Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода мен сіздерге дыбысын дұрыс айтуды үйретемін. Өздеріңіз сөйлесіп отырған ортада байқасаңыздар, қазір көп адамдар дыбысын айтуға еріне ме, әлде айтқысы келмей ме, әлде дұрыс айта алмай ма, дыбысының орнына н дыбысын айтады. Мысалы, қайырлы таң дейді. Ол дұрыс емес екен. Қайырлы таң. 10 қолымен жаздым дейді. Адамда 10 қол жоқ қой. Адамда 10 қол бар. 10 қолымен жаздым деу керек. Аңшы аңға шықты дегенді аңшы аңға шықты дей салады. Сол сияқты, мысалы, жаңалық болды дегенді жаңалық болды дейді. Тағы да басқа да көптеген дыбысының орнына н дыбысын айтып шатасып жатады. Сол шатаспас үшін бүгінгі сабақта біз дыбысын дұрыс айтуды үйренеміз. Қазір мен сіздерді дыбысының кескінімен және н дыбысының кескінімен таныстырамын. Өйткені біз дыбысын н дыбысынан ажыратып алуымыз керек біз ең бірінші. Біріншіден, н дыбысын айту үшін өздеріңіз көріп отырғандай кескіннен тілдің ұшы жоғарғы тістерге барып, тіреліп, арт жағына. Н. Тілдің ортасы көтерілмейді екен. Және де н дегенде ауа мұрын арқылы шығады екен. Мына біздің еңірдегімізде кішкене діріл пайда болады екен. Н. Ал енді дыбысының кескініне назар аударсаңыздар, өздеріңіз байқағандай тіліміздің ұшы астыңғы тістерге барып, астыңғы тістерге тіреліп, артқа қарай итеріліп, тілдің жоғарғы жағы жұмсақ таңдайға қарай көтеріліп, бізде ауа мұрын арқылы шығып, мына жерімізде діріл пайда болады екен. Қолдарыңызбен осылай ұстасаңыздар, дірілді пайда болғанын байқайсыздар. Сол себепті біз дыбыстардың екеуінің айырмашылығы өте үлкен екенін біліп алуымыз керек. Ал енді сөздерді айтып көрейікші өздеріңіз сияқты. Нан, ана, Назгүл, он, дана, нар. Ал енді дыбысы бар сөздерді айтайықшы. Аң, жаңғақ, сең, кең, аңшы, заң, жаңа, таң, таң ертең, жаңалық, таңдай, таң шолпан. Жарайсыздар. Осылай дұрыс және әдемі айтуға үйренеміз. Ал енді қазір біз сіздермен 10 ұйқастар айтамыз. Сіздер менің әр айтқан дыбысыма назар аударып қарасаңыздар, сол кезде дыбысын дұрыс айтып кетесіздер деген ойдамын. Аң, таң ертең, көрінер таң шолпан. Аң, орманда бар аң. Ең, жейдеде бар жең. Оң, аяқ киімді ки, оң. Жарайсыздар. Сіздер де осылай 10 ұйқасты дұрыс айтты деген ойдамын. Ал енді қазір сіздермен дыбысы бар бірнеше сөздерді айтайық.
тың, тыңшы, тыңда, тыңдалым, тыңайт, тыңайтқыш, тыңғылықты, таң, таңғы, таң ертең, таңдай, таңғажайып, таңба, таңшолпан, жаңа, жаңалық, жаңғақ, жаңаша, жаңбыр, жаңадан, жең, жеңге, жеңді, жеңіс, жеңімпаз, жеңілдік. Жарайсың, сен де менімен осылай қайталады деген ойдамын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сен бүгінгі өткен дыбысын қайталап, сөздерді қайталап, буын ұйқастарды қайталап, дыбысын дұрыс және анық айтады деген ойдамын. Сау бол. Келесі сабақта кездескенше.